саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз әлеуметтік желі және оның түрлері. Үйге қандай тапсырма берілді? Google браузері, яғни браузерлер. Иә, түсінікті. Google браузері. Бүгін сабақта кім жоқ? Бүгін сабақта көп жасар аяғымыз жоқ, ол себепті ауырып жатыр. Қалғандарымыз түгелміз, е? Қыздар, бүгін біздің сабағымыз ерекше форматта өтеді. Екі топқа бөлініп отырсыздар. Екі топтан өздеріңіз ішіңізден топ басшысын сайласаңыздар. Бірінші топтан кім болады топ басшысы? Панаева Аида. Екінші топтан Жібек болады. Екеуіңіз келе қойыңыздар. Мына гүлдің арасында екі түсті топ аттары жасырылған. Бір-бірден таңдап ала қойыңыздар. Instagram, Telegram. Осы жерден топ атауларын таңдап алыңыз. Өзіңіздің тобыңыздың атауы. Орналастыра қойыңыз. Қыздар, екі топқа бөлінді. Біріншісі Instagram тобы, екіншісі Telegram тобы. Топ басшысы біреуі Аида, екіншісі Жібек. Қыздар, енді бізде қазір сабақты бастамас бұрын көңіл күйімізді анықтап алуымыз керек. Ол үшін мен жылы лебіз әдісін қолданғым келіп отыр. Бұл жерде өзімнің жүрегімді екінші адамға сыйлау арқылы сіздерге жақсы көңіл күй сыйлағым келіп отыр. Ақниет, бүгінгі сабақта көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Бүгінгі сабақта саған қалай келді? Күніңе сәттілік тілеймін. Әрдайым күліп жүр. Әйгерім, бүгінгі сабағыңа сәттілік тілеймін, жақсы оқы. Сымбат, бүгінгі сабағыңа сәттілік тілеймін және сабақта жақсы баға ал. Күніңе сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабағынан ес ал. Рахмет. Қыздар, бұл жерден біз не түсіндік? Бір-бірімізге деген көңіл күйімізді көтеріп, сол сөзге көңілді olsun. Сіздерге осы жылы лебіз арқылы жүректеріңізге қуаныш, жылылық сыйлағым келді. Ол сіздерге жетті деген үміттемін. Енді қазір сабақтың соңында өзіңіздің кері байланысыңызды жасайсыздар. Ол жерде сіз лайк бассаңыздар болады. Сабақ өте жоғары дәрежеде өтті деп, немесе кері байланыс жоқ, мен бұл сабаққа түсінген жоқпын десеңіздер болады. Немесе өзіңіздің жымию тәсілімен қолдансаңыздар болады. Бұны сіздер қазір сабақтың соңында білдірсеңіз болады. Келесі сіздерге өткен тапсырмаларға, өткен тақырыптар бойынша талдау жұмыстары жүргізіледі. Компьютерлік желі түрлері дегеніміз және браузер түрлері, интернеттік қызмет түрлері, іздеу жүйесі түрлері. Бұл жерде біз өткен тақырыптарымыз бар. Бұл жерде сұрақтың барлығында ауысып қосылған болатын. Бұл жерде браузер, өткен тақырыпта біз браузерлерді өттік, қандай браузерлер бар екендігін және Google браузерін қолдану үй тапсырмасы берілген болатын. Енді сіздерге қазір сұрақтар беріледі. Компьютерлік желі түрлері қайсысы? Осы жерден маған таңдап айтып бере қойыңыздар. Аружан. Компьютерлік желі түрлері ол жаңағыдай аймақты, аумақты, жергілікті желі және бүкіл дүниежүзілік желі. Иә, өте дұрыс. Екіншісі браузерлер түрлері. Сіз осында қосылған сөз тіркестеріне қосыласыз ба? Екінші топтың студенті жауап берсеңіз. Жібек. Браузерлер түрлеріне Google, Яндекс, Mozilla, Chrome жатады. Иә, өте дұрыс. Үшіншісі интернеттік қызмет түрлері дейді. Бұл жерде жергілікті желі Chrome, модем дейді. Кім жауап береді? Бұл жерде интернеттік қызмет түрлері. Бірінші топты. Айнұр. Интернеттік қызметтің түрлері тек жергілікті желі және интернет желісі. Өте дұрыс.
іздеу жүйесіне, іздеу жүйесі. Екінші топ, кім жауап береді? іздеу жүйесі. Іздеу жүйесіне, іздеу жүйесі арқылы біз не істейміз? Bir ақпаратты іздейміз. Белгілі бір сайттар апай. Сайттар, сосын жаңағындай чаттар, иә. хабарламалар. Иә, бұлардың барлығы іздеу жүйесіне жатқызылады. Себебі біз белгілі бір адамға жазу арқылы немесе қолдану арқылы хабарлама жасақтап, олардың барлығын біз интернет желісі немесе іздеу жүйесі арқылы қолданамыз. Өте дұрыс. Келесі біздің тапсырма сіздерге берілетін бұл барабан әдісі. Бұл жерде барабан әдісінде мен сіздерден қазір үй тапсырмасын осы сұрақтар арқылы жасырған болатынмын. Бұл жерде тағы да өткен тақырыптар және соңғы өткен Google браузеріне байланысты сұрақтар жасырылған. Міне сиқырлы барабан, бұл жерде ойынды бастау батырмасын басу арқылы бастаймыз. Бірінші топтан кім бастайды? Аружан? Мен бастаймын. Ойынды бастау. 100 балл беріледі сізге, егер бұл сұраққа сіз жауап берсеңіз, және қыздар өзімізді бағалап отырамыз. Топ басшысы бірінші топта Аружан, екінші топта Жібек. Әр қыздың сұрақтарына жауап беру арқылы сіз өздеріңіз топтың ішінен бағалап отырыңыз. Қолыңызға бір қағаз алып, сол жерге өзіңіздің топтарыңыздағы студенттер жауап берген жазып отырасыздар. Бірінші сұрақ, интернет мүмкіндіктері не істеуге мүмкіндік береді? Яғни бұл жерде интернет мүмкіндіктері андай Google Chrome деген сияқты браузерлермен түрлі интернеттен түрлі мәліметтерді іздеуге мүмкіндік береді. Интернетке көруге мүмкіндік береді және барлық жасалатын операциялық жүйелерге мүмкіндік береді. Өте дұрыс, отыра қойыңыз. 100 балл өзіңіздің қағазыңызға жазып алыңыз. Келесі топта, екінші топтан кім шығады? 70 балл беріледі сізге. Бірінші сұрақтікі бонус, сізге 70 балл, сұраққа жауап бермесеңіз де сыйлық ретінде. Топ басшысы жазып алыңыз. Барабанды айналдыру келесі. 80 балды. Келесі. Сандуғаш. Заманауи цифрлық құрылғыларға нелер жатқызылады? Заманауи цифрлық құрылғыларға қазіргі кезде ЕГОВ сайты, мектеп компьютерлік құралдар, электронды тақта, компьютер, осындай құрылғылар жатады, интерактивті тақта. Жауабын тексерейік. Компьютерлер, ноутбуктар, гаджеттер, смартфондар, тағы басқалар жатқызылады екен. Өте дұрыс, Сандуғаш. Аружан белгілеп жазып отырыңыз тобыңыздағы. Келесі, екінші топтағы 100 балдық. Кім жауап береді? Жібек. Компания негізін қалаушыз. Бұл жерде сұрақ Google браузердің негізін салушы кім? Ларри Пейдж. Жауабы өте дұрыс. Сергей Брин және Ларри Пейдж. Біріншісі топ. Қандай компьютерлік желілерді білесіздер? Қазіргі кезде компьютерлік желілер олар Instagram, Telegram, WhatsApp, интернет желісі, Twitter, Facebook, және тағы да басқа көптеген желілер бар. Жауабы аумақты, ауқымды, жергілікті желі. Үй тапсырмасын кім айтады? Google браузерін қолдану. Google браузері жалпы Google браузердің негізін қалаушы Сергей мен Ларри Пейдж. Google браузері басқа браузерлерге қарағанда өте ыңғайлы, ол жаңағыдай жылдамдығы жағынан ыңғайлы әрі мағлұматты тез тауып береді, сол жағынан ыңғайлы. Сонымен қатар Google браузері жалғыз бір тілде емес, бірнеше даже тіпті бірнеше тілде де жүргізіледі. Ол жерде Google браузері арқылы біздер жаңағыдай түрлі
өзімізге қажетті мағлұматтар аламыз. Сонымен қатар ішінде сөздік деген сияқтылар бар, словар, соларды қолдана аламыз. Жалпы басқа браузерлерге қарағанда ең танымал браузерлердің бірі Google браузер. Иә, өте дұрыс. Негізін салушы кім? Ларри Пейдж пен Сергей Брин. Иә, отыра қойыңыз. Қыздар, бүгінгі сіздердің топтарыңыздың атауы Instagram. Сіздерге Instagram желісі беріледі. Бұл Instagram желісі арқылы артында сұрақтар жасырылған. Бұл сұрақтарды сіз қазір біріктіруіңіз керек. Сол кезде Instagramның суреті шығатын болады. Бұл жерде ой толғау, сіздердің ойларыңыздың мықты екендігі көрінеді. Сосын және де осы артында сұрақтарға постер арқылы жауап бересіздер. Әртүрлі түсті қағаздар берілген. Осында жазсаңыздар да болады. Өзіңіздің ойыңызды ой толғау ретінде жазып кетесіздер. Екінші топ сіздерге Telegram топтарыңыздың атауына байланысты. Бұл жерде құрастыру әдісі. Бұл Телеграмды артында сұрақтар берілген, сол сұрақтар арқылы 1-2 сандар арқылы құрастырсаңыздар болады. Сосын артында сұрақтар берілген постер арқылы қорғап, осы Телеграмды негізін қалаушы шығарған, қай жыл шыққан, сол сұрақтарға жауап бересіздер. Тақырыбымыз қыздар түсіндікті ғой, әлеуметтік желі және оның түрлері. Бұл жерде сіздерге берілген, міне топтың атынан белгілі Instagram және Telegram каналдары. Бұл жерде сіздер бүгінгі тақырыппен танысасыздар. Бүгінгі тақырып туралы өзіңізге жеке мәлімет ретінде құрастыру әдісі бойынша сұрақтар берілді. Осы сұрақтардан кейін жаңа тақырыпты бастап кетеміз. Неше 4 сұрақ. Кевин Систроммен мына жағына жазып отқан бұл шеш өтіріктен ба? Ой, блин. Паролға қатысты Телеграмға. Не сұрақтар ұқсас? Міне Инстаграм ол пайда болып кетіп тұр ғой 2016 жылы. Онда Қыздар кім дайын? Постер болғаныздар ма? Бүгінгі тақырып. Бізге берілген тақырып, біздің топ Instagram тобы. Бізге Instagram тақырыбы берілді. Instagram ол негізінде шыққан, іске қосылған кезі ол әлеуметтік желі Instagram 2010 жылы 6 қазанда іске қосылды. Instagram'da Kevin Systrom мен Майк Кригер Францияда жасаған. Яғни Instagram 2010 жылы пайдалана бастаған. Яғни Instagram'da күніне кем дегенде 1-2 сағат қолданамын. Instagram жайлы біз азырақ мәлімет кетейік. Instagram желісінде әр адам 20 миллиондай адам кіріп отырады және 58 жаңа фото жүктеліп отырады секундына. Instagram'da Кевин деген адам шығарған, ол 1983 жылы желтоқсан айында дүниеге келген. Өздеріңіз қаншалықты қолданасыздар Instagramға? Мен негізі Instagram'да күніне асып кеткенде 1-2 сағат отырам. Себебі Instagramға история қараудың өзіне кіргеннің өзінде 1 сағаттың қалай өткені өзіңе білінбей кетеді. Өзім 3 сағаттай, 4 сағаттай қолданамын негізі Instagram'ды. Сонда бізде әлеуметтік желі дегеніміз Әлеуметтік желі дегеніміз жаңағыдай интернетте өзіміздің қажеттіліктерімізді табу үшін пайдаланамыз. Немесе түрлі блогер деген сияқты күнделікті не істеп не қойып жүргендерін қараймыз. Немесе Instagram арқылы түрлі ақша да табуға болады. Әлеуметтік желі арқылы жаңа орта табуға болады, қарым-қатынас орнатуға болады. Жаңа қарым-қатынас орнатуымызға болады. Керек іздеймін деген адамдарды да іздеуге болады, табуға болады. Рахмет, отыра отырыңыздар. Бүгінгі тақырыпты түсіндіңіздер ме? Әлеуметтік желі
бұл жерде желінің бір түрі алынған, ол әлеуметтік желінің бір түрі сіздерге берілген Instagram парақшасы. Тағы қандай әлеуметтік желілер бар, кім айтады? Тағы қандай әлеуметтік желілер бар? Қандай әлеуметтік желілер бар? WhatsApp, Telegram және Twitter. ВКонтакте деген Telegram негізін қалаған Иә, өте дұрыс. Бізде басқа да әлеуметтік желілер өте көп. Оның бірі Instagram, қазіргі күнделікті өмірде көп қолданылып жүрген. Екіншісі ВКонтакте желісі, үшіншісі Telegram, WhatsApp желісі және YouTube каналдары, Telegram каналдары болып табылады. Бұл жерде біз күнделікті өзіміздің керекті мәліметтерімізді алуға, немесе басқа адаммен хабарлама бөлісуге, немесе суреттер қарауға, әртүрлі қазіргі заман талабына сәйкес көптеген адамдар осы әлеуметтік желіге тәуелді болып бара жатыр. Енді әлеуметтік желі дегеніміз ермектері бірдей адамдардың қолданылатын желісі болып табылады. Келесі топ, дайынсыздар ма? Telegram әлеуметтік желісінің негізін қалаушы Павел Дуров пен Николай Дуров ол 2013 жылы 14 тамызда жарыққа шыққан. Қазіргі таңда Телеграмның бас офисі Берлинде орналасқан. Жалпы бұл жобаның негізін қалаған Павел Дуров, бұның алдына ВКонтакте желісінің негізін қалаған. Telegram каналының жұмысын мен өте жақсы бағалаймын, себебі ол жерде тегін музыка, түрлі тегін сериал, кинолар көруге мүмкіндігі берілген. Қолдану өте тиімді әрі оңай. Құрастыру әдісі бойынша сіздер берілген сұрақтарға жауап беріңіздер. Telegram желісін жалпы өздеріңіз қаншалықты пайдаланасыздар жеке өмірде? Көп пайдаланады. Кинолар қарауға, музыка тыңдауға. Ең қолайлы. Басқа қандай әлеуметтік желілер бар бұдан басқа? Instagram, WhatsApp, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook. YouTube. Дұрыс, түсінікті. Отыра ойынса, рахмет. Бүгінгі әлеуметтік желі бойынша түсіндіңіздер ғой, да? Telegram каналы қай жылы ашылды деген сұраққа жауап берген екенсіздер 2013 жылы 14 тамызда жарыққа шықты. Енді бұлардан басқа мана айтып кеттік әлеуметтік желілерді. Енді бүгінгі термин сөздеріміз қандай болмақ? Бүгінгі сабақтың термин сөздері ең көп қолданылатын сөздердің бірі тағы басқа қосатындарыңыз бар ма? Facebook, Twitter. Сонымен қатар поэматикте көп қолданады. Бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті. Енді компьютерлерге отырып, осы берілген Instagram тобы сіздерге Instagram парақшасын ашуға жеке практикалық жұмыс ретінде беріледі. Компьютерге отырасыздар, жеке жұмыс жасайсыздар. Сіздерге Telegram чатын ашу жеке жұмыс компьютермен жасау. Барлығымыз компьютерге отырып, интернеттерімізді қосамыз. Сол жерден қалай Instagramға тіркелеміз, қалай Telegramға. Бүгінгі әлеуметтік желі
тақырыбы түсінікті ма? Иә. Бүгінгі Инстаграм, Телеграм топтары болып жұмыс жасадық. Енді әлем бойынша жалпы осы әлеуметтік желілерді әртүрлі әлеуметтік желілер бар екен. Оның кейбірі жер шарын жаулап жатса, кейбірі енді ашылып халықтың назарын бұруда. Манағы өздеріңіздің айтып кеткен әлеуметтік желілеріңіз қандай еді? Енді олардың жеке тоқталып өтсек. Бұл қандай әлеуметтік желі? Бұл Facebook әлеуметтік желісі әлемдегі ең ірі, әлі ең танымал әлеуметтік желілердің бірі болып табылады. Бұл Facebook желісінің негізін салушы. Кім деп тұр, кім оқып береді? Бұл өзінің сайтын 23 жасында ойлап тапқан екен. Келесі Facebook сайты арқылы жалпы алғашқы Facebook әлеуметтік желісі болып табылған. Мана айтқандай өздеріңіз 2006 жылдың қыркүйек айынан бастап 13 жастан асқан электронды почтасы бар. Ғаламтор пайдаланушылары қол жетімді болды. 2013 жылдың наурыз айында мәліметтер бойынша Facebook әлеуметтік желісінің пайдаланушылар саны неше миллиард? 1 миллион 11 мың миллиардты құрап, олардың қазіргі уақытта одан да 2 есе көбейген екен әлеуметтік желісі қолданушылар саны. Келесі әлеуметтік желі жалпы Facebook'ты барлығымыз кіріп қолданып жүрміз ғой. Негізгі главный беті, басты беті осылай орналастырылған. Келесі ВКонтакте желісі бұл ВКонтакте желісі байланыста. Бұны көбінесе орыстың ғаламторларынан танымал ресейлік көп тілді халықаралық сайт әлеуметтік желі ретінде қолданылған. Бұны негізін салушы кім? 2013 жылы зерттеулер бойынша ВКонтакте сайтына күніне 43 миллион адам кірген. Қазіргі уақытта ВКонтакте желісі өте көп қолданылып келеді. Оның көбісі орта жастағы егде адамдар. ВКонтакте желісі басты беті осылай бейнеленген. Бір қызықты мәлімет айта оламын ВКонтакте желісі туралы. ВКонтакте желісі негізінде көк свет болып шығуына байланысты, оның шығарған ғалым дальтоник болғанына байланысты, тек көк цветті ғана білуіне байланысты ВКонтакте желісінің сыртын көк түсті қылып шығарған. Өте дұрыс айтылған. Келесі әлеуметтік желі бұл ағылшын тіліне аударғанда қандай мағына береді? Сайрау, көп сөйлеу деген мағынаны береді. Бұл қысқа мәтіндік жазбалар жазуға арналған веб-сайт немесе жүйе. Өте дұрыс. Бұл жерден естиміз. Бұл Сан-Франциско қаласындағы Калифорния штатында орналасқан Twitter желісінің жалпы сервер кеңсесі болып табылады. Келесі. Жалпы бейнесі Twitter желісінің басты беті осылай орналастырылған. Келесі. Инстаграм әлеуметтік желісі. Бұл жерде оның көмегімен біз не істеуге болады? Кім қолдануға, сонымен қатар оларды өзінің Қазіргі кезде Инстаграм арқылы адамдар өзінің жеке бизнестерін ашу арқылы пайда көруде, табыс табуға өте қолайлы программаның бірі. Және суреттерге эффект, фильтр қолдануға болады. Жалпы бейнесі осылай бейнеленген Инстаграм желісі. Келесі WhatsApp желісі. Смартфондарға арналған мессенджерлер. Бұл жерде не істеуге болады? Мәтінді хабарламалар, сурет, видео және аудио жүзетуге болады. Сонымен қатар жаңағыдай Android, BlackBerry, блок беру,
сияқты түрлері бар. Және айындос деген сияқты да түрлері бар. Иә, өте дұрыс. Келесі. Келесі Facebook 2014 жылы шыққан ал WhatsApp-тың манағы басты беті хабарлама жіберу, статусқа видео салу, қою, жалпы бейнесі осылай бейнеленген екен. Келесі, бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті ма? Әлеуметтік желісі. Енді үйге тапсырма беріледі сіздерге. Әлеуметтік желілер бойынша осы тарихын, барлық өткен әлеуметтік желілерді тарихын зерттеп, слайдтар жасап келуге үй тапсырмасы беріледі. Енді сіздерге кері байланыс. Бүгінгі тақырып қаншалықты түсінікті болды сіздерге? Өте жоғары. Кері байланыста лайк бассаңыздар, өте керемет деген белгі болып табылады. Жақсы дегеніміз жай ғана күлімдейсіздер. Орташа дегеніміз жай ғана өзіңіздің көңіліңізді білдіресіздер. Өте керемет өтті деген ойдамын. Жаңағы өздеріңізді бағалау қарағын маған әкеп берсеңіздер, сол бойынша бағаланасыздар.